Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3-ші сынып 104-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды снесім. Бүгін барлық жаттығуларды орындаймыз. Соңына дейін сабақты қараңыздар балалар. Ендеше бізге берілген 5-ші тапсырмадан бастаймыз. Өлеңді суреттердің көмегімен оқы. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жаңбыр. Шықтым мен үйімнен, жейдешем күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ, қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылданба шанданып көшені. Басталды нөсері. Жоқ мотор қанатты, бұл бұлттар қалайша тез жетеді алады. Ескен Елубай. Балалар, каналға лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал балалар, керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап жаз. Күн қандай, аспан қандай, аспанды қандай бұлт торлады. Керекті сөздер ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың. Сын есімдердің астынсыз туынды сын есімді сөз құрамына ажырат. Бізде күн ашық, аспан бұлтсыз, аспанды қалың бұлт торлады. Бұл жерде сын есімдер ашық, бұлтсыз, қалың. Осылай астын мен секілді сызып қоясыздар балалар. Ал балалар, келесі 6-шы жаттығу мақалды қатесін түзеп жаз дейді. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас. Сын есімдер тап, олардың негізгі туынды екенін ажырат делінген. Бұл жерде туынды сын есімдер сулы, таулы. Ал негізгі сын есімдер бұлақсыз, құрақсыз. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Каналда бүгін барлық тапсырмаларды қазақ тілден орындайтын боламыз балалар. Ендеше келесі 7-ші жаттығуды қарайық. Келесі 7-ші жаттығу берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастыр. Әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат. Негізгі сын есім тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, әдемі қыз, биік тау, жүйрік ат. Ал туынды сын есім әсерлі әңгіме, атақты кенші, сүтті сиыр, шөпті жер. Туынды сын есімдердің сөз құрамынан талда, олардың түбірі қай сөз табына жасалғанын айт. Сын есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын түсіндір делінген екен балалар, я? Ал келесі шығармашылық үзіліс 8-ші жаттығу ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғыл аң, ол қайратты қабы. Туынды сын есімді тап, жұбыңмен ойлантап ойынын ойнап көр. Ол үшін біреуін берілген сөздің атын айтпай, оның мағынасын түсіндіресің. Яғни, ол затты сипаттап айтасың. Екіншінің ол сөзді табасың. Керекті сөздер су, жаңбыр, қар. Сипаттау үшін қай сөз табының сөздерін пайдаландың. Балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Барлық тапсырмаларды сіздермен бірге бүгін қазақ тілді орындадық. Ендеше келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.